шара қабылдап 29 тамызда ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні деп жариялады. 2015 жылғы 7 желтоқсанда аталған ұйым ядролық қарудан азат әлем құру туралы жалпыға ортақ декларация қабылдады. Адамзат баласының бейбіт өміріне, әлемдік қауіпсіздікке бірден бір кепіл болып табылған. Осы атаулы датаға орай ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күніне орай ядролық қарусыз болашаққа атты онлайн тақырыптық кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Бір мәрте полигонымыздың жабылуы тарихи мәні бар зор оқиға екенін сезінеміз. Полигонның жабылуы еліміз үшін жеңіс шешім болды. Еліміз өте мемлекеттерге бейбіт өмірге шақырды. Осы бір сұмдық жылдардың қанша азаматтың зардап шеккенін баршамызға аян. Ей адамдар мейірімді болады, сол бір сөзден тіршілік бар денесі, сүп-сүп болып бара жатты қара жер. Сол жалғыз үн кетті менің құтымды ап, сол жалғыз үн кетті менің құтымды ап. Сол жалғыз қабір теңген мүліктер де қозғалып, аунап түсті сүйектерін сипалап. Күтіп жалынған аралдардың ыңғысуын сездің бе? Мұқтап ұстап атомдардың жалынан құтырылған кезінде. Сенімдағы лашығыңды қопарып, Хиросима қалалары қаңсығап, зұлымдықтың түтіндері қақалып, жүрегіңнің құяны үстін шаншығып. Шіріп бітті, балық түсер бар ауыл, қиылған соң қимас. Қазақстанның ядролық қарусыз мемлекет атануына жол салған тағы бір маңызды қадам тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі елі ядролық қарусыз таратпау туралы келісімшартқа қосылуға дайын екендігін мәлімдеуі болды. Ол осынау тарихи мәлімдемесін 1992 жылы 18-20 мамырда Вашингтонға жасалған алғашқы ресми сапары барысында жария еткен болатын. Соңғашаның қаны бар семсер сәске ұшында. Енді ол жаққа бейкүнә құста қанаты қақпаған, ал әуеде сөздер көп, бірін-бірі мақтап. Күн кірпігін жапқанда күбірлейді сол дала, неге екен білсеңдер, айтсаңдаршы жолдар-ау. Улы зәріп, шұбар жылан, жер қыртысы сынақтан шаршағандай көзге түскен қоймайтын қаттадан жай. Алыста жыр шүміліп сол бейгім, қайғы мүжіп жүдеген қарт адамдай. Жаратылыстан дірілдеп сан елдер, жылады тірі жетім сәбилер. Емі жоқ ауруынан жазыла алмай, жазығы жоқ қанша жүр зар едет. Халықаралық қозғалыс қоғамдық саяси ұйым 1989 жылы 26 ақпанда құрылып, қазан айында ресми тіркелді. Оның басқарған белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов республика халқының кеңінен тура тапқан қозғалыс ядролық жарылыстарға қарсылық білдіріп, әлемдегі ядролық қауіпті жоюды мақсат етті. Семей ядролық полигонында ядролық сынақтарды тоқтатуға қол жеткізді. Менің сыңғалап жатар санамда, дүр сілкінді оғанда мынау ғаламда. Алдымда менің ашылар ғылым бар, сондықтан оған дірілдеп жатыр қаламда. Таза табиғатпен ядролық қару ғасырға, жыланар әлі мәңгілік бұлда ғасырда. Тойланып жатқан қуаныш мынау уақытта, басым деген қарсы тұрған зиялы қауым адамға. Семей полигонында атмосферада және жер бетінде сыналған ядролық зарядтардың қосындық қуаты Хиросима бомбасының қуатынан 2,5 есе асып түседі. 1949-63 жылдар кезеңінде 50 мыңнан астам адам кәдімгі ядролық жарылыстар жағдайында иондаушы радиацияның күшті және сусыналы сәулесіне көп рет тап болды. Ядролық сынақтардың басталғанына 1-2 жыл өткен соң зардап шеккен аумақтан радиоактивті жауын 304 мың шаршы шақырымға жайылды. Ал Семей экологиялық апат аймағына айналды. Бірақ тәуелсіздік алысымен елдің бірінші мақсаты ядролық қарудан бас тарту болды. Талай жанға қасіреті келген Семей полигонындағы соңғы сынақ 1989 жылдың қазанында болған.
Бірақ арада аттай 32 жылдан аса уақыт өтсе де радиацияның уызды әлі күнге шашылып келеді. Жаппай қырып жою қаруын жинақтаудан бас тартудың айшықты үлгісін көрсеткен. Тақырыптық кешімізді аяқтай отырып, ауылдық кітапханада ядролық қарусыз әлем атты кітап көрмесінен жалғасады. Келесі кездескенше көп